тынышталыңдар. Ант етейін, ол әлі перизаттарды жемейді. Кішкентайлар асталғайды емес пе? Қорықпа, Ханна, саған ешкім тиіспейді. Қаршығаның қасынан кет, Фауна. Жағдайды өзіміз реттейміз. Реттейтін түгі де жоқ, Никс. Саған ары кет дедім, Фауна. Бәрі аман есен бе? Иә, Клэриен патшайым, әзірге солай. Бірақ Фауна қауіпті аң-құстарда келуін қоймаса, мен перизаттарды қалай қорғайым? Өткен жолы егеу құйрықпен жыланда келген. Негізі бәрі жарғанаттан басталған. Фауна өте мейірімді ғой, басқа түк емес. Ханнаға көмек керек болды. Көп кішкентай балапаннан да қорқасыздар ма? Достар, маған қолдауларың керек. Фауна. Білем. Никс дұрыс айтады. 2-3 рет осындай әрекетке барғаным рас. Бұрын... Иә. Дегенмен, бұл жолы шектен шығып кеткен сияқтымын. Білесіз бе, мен... Дәл солай. Толықтай келсем. Қаршығаның балапанын асырап алмау керек екен. Фауна, сені білем ғой. Үнемі жүрегініңе құлақ асасың. Оның керемет. Бірақ ақылға да жүгінуің керек. Келесі жолы солай істейм. Уәде берем. Жарайды, кішкентай Ханна. Кездескенше дер едім, бірақ енді біздің жерге келмейді екенсің. Қане, қанатыңды қағып көрш. Қайырлы таң, оқушылар. Бүгін күн керемет болып тұр. Солай емес пе? Онда тезірек секіріп көрейік. Жарайсың, Нико. Керемет, Пейдж. Калиста, жүр деген жоқпын, секір дедім. Не, естіген жоқсың ба? Мен енді үлгілі жанға айналдым. Иә, баршаға үлгі екенімді көресіңдер. Жауапкершілік дегеннің не екенін білесіңдер ме? Ол мына менің бойымнан табылады. Бұл өзі қызық екен. Иә, солай секір.